Сәлем башына. Бүгін біз сіңлім екеуміз Бурабайға барып келуге ұйғарып жолға шықтық. Бүгін бірінші рет электричкамен шығып жатырмыз. Жолдың қалай болатынын көреміз. Алдында Бурабайға барған кезде кәдімгі индрайвермен такси алатынбыз. Ал бұл жолы электричкаға мініп көрейік деп шештік. Түнде билет алып қойдық. Билеттің құны бізде бір адам басына 1600 теңге болды. Бір жақсы кәдімгі жұмыс аптасы болған, жұмыс күні болғандықтан электричканың ішінде ешкім жоқ. Тек қана өзіміз бара жатырмыз. Біз электричкамен Боровое курорты Щучинск қаласына келдік. Боровое курорты вокзалына келдік. Шынымды айтсам, мына жер 90-шы жылдарда қалып кеткен сияқты көрінеді екен. Я в 90-х позвонила Сань. Біз Бурабай ұлттық паркіне саябағына келдік. Бұл жерде кіргенге вход төлемақысы 241 теңге. Адам басына көлікпен кіретін болсаң, оған бөлек ақша төлейсің. Енді оқ жетпеске жетсек деп тұрмыз. Жалпы келу себебіміз де кішкене табиғат аясына келіп тынығу, кішкене күш жинау. Осы жерде пикник жасағымыз келді. Сіңлім Бурабайды әлі көрген жоқ. Сіңліме Бурабайды көрсетіп жатырмын. Жалпы ұлттық парк өте әдемі. Бұл жерде әдемілеп тұрып дем алуға болады. Бурабайдың өзінің ерекше бір атмосферасы бар. 90-шы жылдар сияқты. Тіпті жаңа дүкенге де кірсек, дүкеннің ішінен сол бір әлі кеңес үкіметінің кезіндегі атмосфера сезіліп тұрады. Жаңа прилавкаларда тұрған азық-түліктер, тіпті көк халат киіп алған сатушы, барлығы ішінде жаңағы апаларда кіріп сауда жаңағы өздеріне керек нәрселерін алып жатыр. Апалардың түрлеріне де қарасақ, тура бір сол 90-шы жылдардағы апалар сияқты. Жұмыс, офис, көлік, стресс болады, әртүрлі проблемалар болады. Соның барлығын ұмытқыңыз келсе, әрине табиғат аясына шығып тұру керек деп ойлаймын. Себебі табиғаттың да адамға беретін өзінің энергия, күш қуаты бар. Бұндай жерге келіп бір демалып алсаңыз, біраз уақытқа дейін еңбек өнімділігіңіз де артады, көңіл-күйіңіз де жақсарады. Сондықтан да табиғат аясына шығып тұруды ұмытпаңыздар. Біз жаңа айтып өткендей Бурабайға электричкамен келейік деп шештік. Алдында мен келген кезде индрайвермен такси шақырып келген едік. Бұл жолы электричкамен де келіп көрейік деп шештік. Электричкамен келгеннің бір ерекшелігі жаңағы құны 1800 теңге сондай болды. Адам басына отырып келесіз. Электричканың өзі 3 классқа бөлінеді. Эконом класс, комфорт және бизнес класс. Ол жерде отырып келесіз. Жаңағы креслолардың ыңғайлығына байланысты жаңағы класстар болып бөлінеді. Эконом классы 1500 теңге, комфорты 1800-1900, бизнес класс 2000 теңгеден кішкене жоғары. Ал индрайвермен келетін болсаңыз, драйвер адам басына 2500. Және де біз электричкамен келгеннен кейін бері қарай осы Бурабайдың өзіне жету үшін де адам басына 500 теңге беріп көлік жалдадық. Сонымен мына ұлттық парктың алдына дейін әкеліп тастайды. Бурабайға келгеніміз солай еді. Біз өзімізге дос тауып алдық.
пикник. Как Валера сидишь. Давидті қараңыздар. Как мало нужно для счастья, әйгілі жұмбақтастан келе жатырмыз. У меня плохая ножка, мы опять играем. Демалысымыз тамаша өтіп жатыр. Біз катамаранда жұмбақтастан жағаға қарай келе жатырмыз. Бурабайдың маған сонша қатты ұнайтынын енді түсіндік. Бурабай менің кішкентай кезімде өзім туылып өскен Талдықорғанға қатты ұқсайды екен. Осы жерге келсем, балалық шағыма түскендей әсерде боламын. Ол нәрсені енді түсіндім. Талдықорғанға қатты ұқсайды, сонымен Бурабайға келер жолдағы Щучинск қаласы, ол әлі де Кеңес одағындағы қала сияқты. Сондықтан да өзіңіздің кішкентай кезіңізді еске алғыңыз келсе, балалық шағыңызға саяхат жасағыңыз келсе, Щучинск қаласын көруді кеңес етемін.